Сынып жетекшісі болу жүректен шыққан мамандық. Бұл тек тәрбие беру емес, әр жүрекке жылу сыйлап, әр балаға сенім ұялата білу. Сынып мен үшін шағын әлем. Ол әлемде әр оқушы бір-бір жұлдыз. Ал менің басты мақсатым сол жұлдыздардың жарығын сөндірмей жарқырата білу. Сынып жетекшіліктегі әрбір күнім ізденіске толы, әр сәтім жауапкершілік пен мейірімге құрылған. Оқушының қуанышы менің жеңісім, оның табысы менің мақтанышым. Жүректен жүрекке мейірім жолы. Сынып жетекші ретінде оқушыларымды тек білімге ғана емес, қайырымдылық пен жаңашырлыққа, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болуға тәрбиелеуді басты міндетім деп білемін. Осы мақсатта сыныбыммен бірге балалар үйі мен қариялар үйіне арнайы барып, шағын концертімізді ұсынып, өз қолымызбен дайындаған сыйлықтарымызды тарту еттік. Бұл кездесулер оқушыларым үшін үлкен өмір сабағына айналды. Олар мейірімнің, жан жылуының, кішкентай көңіл бөлудің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Қарттардың алғысы мен балалардың шынайы күлкісі біздің жүрегімізге терең із қалдырды. Жақсылық жасауға жүрек керек, ал сол жүректі оята білу тәрбие жемісі. Мұндай кездесулер арқылы оқушылар бойында ізгілік, риясыз көмек көрсету, әлеуметтік жауапкершілік сынды құндылықтар қалыптасады. Бұл тек бір күндік шара емес, бұл жүректен шыққан жылылықтың өмірлік сабаққа арналған көрінісі. Алғыс адам жүрегінің ең асыл қасиеті. Алғыс айту күніне орай сыныбымызбен мектебіміздегі техникалық қызметкерлерге, асхана жұмысшылары мен еден жуушы апайларға құрмет көрсетіп, өз ризашылығымызды білдірдік. Тәуелсіздік бабалар аманаты, болашақ ұрпақтың жауапкершілігі. Еліміздің басты мерекелері республика күні мен тәуелсіздік күніне орай сыныбымызбен авторлық қойылым әзірлеп, көрерменге ерекше патриоттық рух сыйладық. Қойылымда оқушылар тарихи оқиғаларды, ел үшін жанын қиған батырлардың ерлігін, тәуелсіздіктің маңызын жүрекпен жеткізе білді. Сценарий желісі арқылы елдің өткені мен бүгінгіге шолу жасады. Қойылым соңында мен тәуелсіз елдің ұлымын, қызымын деген үндеу көрерменнің жүрегінен орын алды. Бұл елін сүйетін, рухы биік, жас ұрпақтың үндеуі еді. Ерлік бар жерде жеңіс бар. Бірлік бар жерде жеңіс бар. Мектепшілік байқаулар қорытындысы бойынша сыныбымыз ең үздік сынып кубогын иеленді. Бұл тек бір сыныптың емес, оқушылар, ата-аналар мен ұстаздың бірлескен еңбегінің жемісі. Жыл бойы оқу, тәрбие, мәдени және қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, ұйымшылдық пен жауапкершіліктің жарқын үлгісін көрсете білдік. Сынып жетекшісі ретінде ата-аналармен тығыз байланыс орнату мен үшін ең басты қағидалардың бірі. Сол себепті ата-аналар жиналысын дәстүрлі емес ерекше форматта өткізуге тырысамын. Мақсат жай ғана ақпарат беру емес, ата-ананың баласының тәрбиелік әлеміне тарта білуі. Сонымен қатар мектептегі әртүрлі шараларды ұйымдастырамын. Атап өтетін болсақ, танымдық квиз, айтыс алаңы, акустикалық кеш және облысымызға танымал тұлғалармен кездесу ұйымдастырылады. Сахна тәрбие мектебі. 2025 жылы мектебімізде шығармашылыққа құштар, өнерге жақын оқушыларды біріктіріп, Ахмет оқушылар театрын аштым. Бұл тек өнер алаңы ғана емес, бала бойындағы сенімді оятып, шешендікке баулайтын, көркем сөйлеуді дамытатын тәрбие орталығы. Осындай шаралар арқылы оқушылар өзін еркін сезінуді, пікір білдіруді, өнер мен білімді қатар ұштастыруды үйренді. Заманауи тәрбие құралы ретінде Instagram парақшасы арқылы ата-аналар мен оқушылармен кері байланыс орнатып, сынып өміріндегі жаңалықтарды тұрақты бөлісіп отырамын. Жетістік еңбекпен келген мерей. Ұстаздық жолымды үздіксіз ізденіспен, табандылықтың нәтижесінде түрлі деңгейдегі марапаттар мен жетістіктерге қол жеткіздім. Сапалы сабақ, сапалы білім атты ашық сабақтар шеруінде қауымдастықтан 2-ші орын, қалалық кезеңінен идеялар шебері номинациясын иелендім.
Қалалық денсаулық спартакиадасында дәріс ойыны бойынша 1-ші орын, облыстық кезеңде 3-ші орынды иелендім. Мектепшілік қоғамдық іс-шараларға белсене атсалысып, әр оқу жылы мектеп әкімшілігінің алғыс хаттарымен марапатталдым. Облыстық жаратылыстану пәні мұғалімдеріне арналған семинарда қалдыққа екінші өмір тақырыбында мастер-класс өткіздім. Облыстық жаратылыстану турнирі, қалалық ғылыми жобалар байқауы, абай оқуы сынды білім бәйгелерінде шәкірттерім жүлделі орындарға ие болды. Авторлық бағдарламамды облыстық деңгейде ұсындым. Республикалық білім шыңы, ғылым сыры, ғылыми әдістемелік журналдарында мақалаларым жарық көріп, диплом, сертификаттармен марапатталдым. Республикалық, облыстық, қалалық басылымдарда материалдарым тұрақты жарияланып келеді. 2025 жылы қалалық білім бөлімінің құрмет грамотасына ие болдым. Сынып жетекшілерге арналған арнайы курстан өтіп, кәсіби біліктілігімді арттырдым. Сонымен қатар түрлі біліктілік арттыру курстарынан өткенімді растайтын сертификаттарым да бар. Бұл жетістіктер шәкірттермен, әріптестермен бірлескен шығармашылық еңбектің, жауапкершіліктің және жаңашырлықтың нәтижесі. Ұстаздық жол жауапкершілігі жоғары, рухани байлық пен жүрек жылуын талап ететін киелі жол. Сынып жетекші ретінде мен үшін әрбір оқушы үміт, әр ата-ана сенім, ал әр жетістік ортақ еңбек жемісі. Бұл портфолио менің тәрбие мен білім берудегі ізденісімнің, шығармашылығы мен шәкірттеріме деген шынайы сүйіспеншілігімнің көрінісі. Жүрекпен жасаған әр іс бала жүрегінен орын табады деп сенемін. Балаға бақыт берген ұстаз болашаққа жол ашқан тұлға, ал сол жол нұрлы, жарқын болу үшін мен әлі де талмай үйретіп, іздене бермекпін. Ұрпақ тәрбиесіне үлес қосу ең үлкен мәртебе.